Ассалаумалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Кеп отырын. Сен ба менің қарындасыма сөз айтып отқан? Иә аға, мен. Жақсы. Не жұмыс жасайсың? Әзірге құрт сатып жүрмін аға. Құрт дейсің ба? Сен құрт сатып, бір ай тапқан ақшаңды менің қарындасым бір-ақ күнде жеп қояды. Сен не деп келіп тұрсың менің алдыма? Аға, ризық Алладан ғой. Болашақта кәсібімді үлкейтсем деген ниетім бар. Бұндай ақылды әңгімелерін маған тықпай-ақ қойшы. Мен бұндай ақылды әңгімелерден тойып қалғам. О қарындасымды мен өзім тәрбиелеп өсіргем. Мен білем ғой, сен оны аш қалдырасың. Сен бізге тең емессің. Аға, еркектің намысына тиетін бұндай сөз айтпаңыз. Расымен де егер сіз тәрбие берсеңіз, тойдырамайтын сияқтымын. Қаны есік көрдің бе? Қайсы? Рахмет аға. Аға, ренжімесеңіз, қазір жұмысқа бізде вакансия жоқ. Алатын адамдардың бәрін алып қойдық. Бауырым, маған жұмыс қатты қажет болып отыр еді, қиналып жүрмін. Кез келген жұмыс істеймін. Көрш бір ырза қылам өзіңді кейін. Негізі бос орын жоқ, бірақ мен бастықпен сөйлесіп көрейін. Сөйлесіп көрші бауырым. Бол, жібере беріңдер. Бастықтың өзі кетті. Аға, жұмыс бойынша келіп тұр екен. Келіңіз отырыңыз. Аға, естідім, компанияңыз банкротқа ұшырапты. Иә. Сендерде жұмыс бар деп естіп келген едім. Мен жұмысқа аласыңдар ма? Иә, әрине. Сізді жұмысқа алуға дайынбыз. Жақсылығың үшін рахмет бауырым. Бұл аға жақсылық емес, адамгершілік. Анау есікті көрдіңіз ба? Сол есік сізге әрдайым ашық. Сүтқауыз компаниясына келіп, сізді жақсы жұмысқа орналастыруға дайынбыз. Рахмет, Алла разы болсын бауырым саған.